әңгіме бастайын деп жатырмын. Студент кезімде мен үйге негізі бір аптаға немесе 10 күнге ғана келетінмін. Сондай күндердің бірінде мына есік тура осылай ашылды. Осылай ашылды. Мен анау жерде тұрмын. Көкені Мейірхан ағай, алдыңғы видеода бар ғой, сол кісі біздің көкенің жұмыстасы, әрі біздің туысымыз болып келеді. Көкені жұмыстан әкеліп тастап жатыр. Ол кезде Мейірхан ағайдың сол машинасын новыйдан салоннан алған кезі мен тұрып, мына жерде ғана тұрмын. Көкеге айтам, Мейірхан ағай новыйдан машина алған ба? Десем, иә дейді. Осы салоннан ба дейді. Ол кездері бір мен үшін салоннан машина алу деген дүние қалай десек, үлкен бір не сияқты болып көрінді ғой. Сосын көкем маған түрме қарады да, мен студентпін ғой. Саған да керек ба, алып берейін ба дейді. Сосын мен машина ма десем, иә дейді. Жоға керек емес. Ол кезде өзім студент болып, өз ақшамды өзім тауып жүрген адам. Жоға керек емес, мен өзім еңбектеніп алам дедім. Бірақ көкенің сол кездегі саған да көлік алып берейін ба деген сөзі маған өмір бақи мотивация болды десем болады. Неге ол әңгіменің барлығын айтып тұрмын? Біз Сая екеуміз осы көкеміздің артынан қалған жалғыз түйір аманат бар Гүлнішімізді бүгін қуантпақпыз. Сыбырлап сөйлеуіме тура келді. Ана не қайда микрофон? Біз енді бүгін сол Гнонды қуантпақпыз, бірақ өзі білмейді. Біз Қарағандыдан келгелі маған ештеңе әкелген жоқсыңдар ма, шынымен әкелген жоқсыңдар ма деп ізімізден қалмай бұл таңда бір ренжіп, бізде неге актерлік шеберлікке салып, оның неше түрлі қалай айтсам екен, жындатетін дүниелерді істеп жүрміз. Енді қазір Сая екеуміз өзіміздің маңдай терімізбен тапқан ақшамызға күшті Гүлнішқа бір сыйлық жасаймыз. Оны бірақ ол білмейді. Оның бұл сыйлық айтпақшы үлкен бір армандарының бір үлкен деп айтуға да келмейді. Енді біздің көзімізбен ол үлкен арман деп саналмайды ғой. Ал оның көзінше ол үлкен арман. Өйткені бала кезімізде біздің де сондай қол жетпес армандарымыз болатын. Біз қазір кешкі асқа бара жатырмыз. Арбат деген дәмханаға. Арнайлап, Сая шақырту билетімен. Арнайлап отбасымызбен кешкі ас ішуге барамыз. Енді Гнон сабақтан келді. Күтіп тұрмыз киінуі. Біздің Гүлніш ханымыз. Ойда айтпа. Дайын екен. Не болды? Айтам. Бол, давай. Аяқ киімі. Арбат деген жерге келдік. Өзіңнің ғана басында тұрсың. Ана бала кетті. Арбат деген жерге келдік. Арбат шығып кетті. Кіреміз. Сол пайраны жіберші, жұмысқа кетіп қою керек. Мынау қалай? Я, конечно. Нешен күтеміз. Сәлеметсіз. Біз бронда бедік стол. Сая. Иә. Аха, рахмет. Жүр. Жоқ. Банатати қалайсың? Аққұрдас, амансың ба? Аққұрдас дейді. Бізде барамызға бармаймыз ба деп ойламаған жерден. Кел отыр. Қош күлкі сірі берме. Әрбір жерден. Күлкамды ұстамайын. И тебе трубка имеется. Гүлсая екеуіміздің атын. Мен телефонмен сыр. Айпон. Гүлніштің несі күшті? Сен өзің айтып жүресің, біз маған дыма келген жоқсыңдар ма? Қақтан білесің оны шекерін? Камерасына Гүлсая екеуміздің атымызда. Ашып көрсем, білмем ішінде мүмкін коробка ғана шығар. Это пранк, это Ай, Арыстан, это пранк.
серьезный айфон алған. Коробкасын алған. абайлап Я білем. Ей бұл қатырады шығар. Айфон 13 екен біліп отыр. Мен білмеймін. Айфон жазылып тұр. аш соңы арыстан тыныш Мә, гүлше. Шундай конечно күші. Серьезно. Ауызы ашылып гүлштің. Мен айфонсың. бә оған лайықсың ғой неге сен өйтіп өзің арыстан саған мен наны беремін Мә, гүлш күшті. Не ожидала. Басын алдыңдар ма? оның басын бачо жездең саған көрімдік есебінде саған бер жіберді. Ол аздай саған бачо не бер жіберді? Чехол. Соны айтты. Білмеймін, жастар Nike дейді. Түсінген жоқпыз, бізге ұнаған жоқ. Жоқ. Енді жасаймыз ғой, Wi-Fi керек қой. Сен айфонсың. Ойбай, ұстайсың. Айфон деген қолын айтымды. Мұна бәрі ақылдап отыр. iPhone 13 екен қайдан білдің дейді. Ей, құтты болсын. Молодец, айфонды сөтке түсетін болды күшті. Құтты болсын. Құла беймен жүріп. Қызына iPhone алғанда мәз болып отыр. Қуаныштысыңдар ма? Бізді суретке түсіргеніне кәдімгі жиынше мәз болдық біз. Ей, сен деген таланттысың. Иә, енді сен самоценкаңды түсірмей. Wi-Fi керек. Үйге барсыз. Мен айфон алдым. Анау менікі ма? Құтты болсын. Гүлшін күн шуа. Тоққаттап барам ба? Бірақ сен бастауға тыйым салынады, сабақты бастауға. Таңертең, не? Классыңда 13 ұстай ма біреу? 8-ші айфон ұстайтын адам. Жоқ, 13 ұстайтындар бар ма? 7 адам бар ма еді? 13 ұстайтындар бар ма? Иә. Озайып дегенде. Бүгін Гномға тосын сый жасадық. Мен де осында ламинат салдыруға келдік. Күніштің айфонына ламинат бетіне салдырып жатырмыз. Ладно, ламинат.